Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Мінекей менің артында атақты Айя София мешіті орналасқан. Айя Софияның құрылысы сонау 532-537 жылдары салынған болатын. Мұны салған Византия императоры 1-ші Юстиниан бұйрығымен салған ескі ғимараттың бірі болып табылады, тарихи ғимарат. Бұны сонау 1453 жылы Мехмет II осы Константинопольді жаулап алған кезде өзінің бұйрығымен мұны мешітке айналдырады. Биыл Константинопольді жаулап алғанына 570 жыл толады. Бұл Айя Софияны Түркия Республикасының мемлекеттік кеңесі 1934 жылы осы Айя Софияны мешіттен музейге айналдырамыз деп қол қояды. Содан 1934 жылдан бастап осынау 2020 жылға дейін бұл Айя София соборы музей болып табылған. Бұл жерде яғни намаз оқылмаған. Енді осы карантин кезінде 2020 жылы Реджеп Тайып Ердоған, осы Түркияның президентінің қаулысымен бұл собор қайтадан музейден мешітке айналған болатын. Содан 2020 жылдан бастап бұл жерде намаз оқылатын болды. Жұма намаздар осы жерде оқылады екен. Биылға мінекей жұма намаз, тарауых намаздар осы жерде оқылған. Бұл Стамбулдың тарихи түбегінде ескі шаһардың орталығында орналасқан. Бұл кезінде император 1-ші Юстинианның тарапынан салынған собор. Бұл базилика патриархалдық стилінде салынған собор болып табылады. Gecikmeli kaldık. Ne güzel. Filan. Ne güzel. Yani hiçbir şey kaçırmamışız. Evet, başınızı örtün lütfen. sí, señor. Мінекей Айя София мешітіне, соборға қазір халық, туристер жан-жақтан әлемнен ағылып келіп жатыр. Қарап отырсаңыздар, мына осы Айя София мешітіне кіру үшін адамдардың өшіретте тұруын қарасаңыздар болады. Мінекей қаншама халық осыған ұзынан ұзақ кеткен өшірет болып тұр. Мінекей әлемнің әр түбінен келген туристер осыны қызықтап Айя Софияны көру үшін келіп отыр. Мінекей мінекей үзілмей кетіп баратқан өшірет халыққа қызық болып тұр. Мінекей негізі мына Стамбулдың өзі екіге бөлінеді екен. Азия бөлігі және Европа бөлігі. Осы мына ескі ғимараттардың бәрі, ескерткіштердің бәрі негізінен осы Европа бөлігінде орналасқан. Осы бөлікте туристердің негізі көпшілік осы Европа бөлігіне келеді екен. Мінекей енді бұл жерде баяғы Грекиядан бастап, ежелгі Грекиядан бастап Византия мемлекеті болған соның ескерткіштері, Грекияның ескерткіштері және кейіннен осы Османлы сұлтанаттың ескерткіштері орналасқан. Сондықтан негізгі тарихи құндылықтар, ескерткіштер осы Европа бөлігінде орналасқан. Мінекей қарап отырсаңыздар, бітпейтін өшірет. Мінекей созылып кеткен, басы жоқ, аяғы жоқ, қанаққа кеткен. Мінекей Salataya bile çıkıp gelek selam.
Çıkış orada mı var acaba?